Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге осындай песочный тестадан жасалатын рулеттердің және осындай рогаликелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұп-жұмсақ, нәзік әрі дәмді болып шығады. Шайға өте керемет. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін көріңіздер. Оны жасау үшін ұнымыздың үстіне қаттылау сары майды осылай теркадан өткіземіз. Егер бөлме температурасында жұмсақ сары май болса, теркадан өткізбей бірден сала берсеңіздер болады. Осылай бір келке етіп теркадан өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап өткізгеннен кейін ұнмен бір келкі ұн пайда болғанша осылай араластыратын боламыз. Барлығы толық араласу керек, дәл осындай болып. Одан кейін оның үстіне сода және тұзды саламыз. Және осылай жұмыртқаны саламыз, яғни жұмыртқаның сарысын салатын боламыз. Оның үстіне сметананы салып, жақсылап қамыр елейміз. Бізде қамыр шықпайтындай болып көрінуі мүмкін. Дәл осылай қолыңызбен илей беріңіз. Бізде жабыспайтын сияқты болып көрінуі мүмкін. Сіздің қолыңыздың жылылығынан, яғни бізде осылай сары май еріп, қамыр бірге бастайды. Дәл осылай үстінен басып отырып илеп шығамыз. Ыдыстың түбінде қалғанын алып, осының үстіне қайтадан салып, тағы да бір илеп алайық. Бізде толық июі қанып кетпеу керек. Дәл осындай кішкене песочный болып, слоеный тесто сияқты болып шығу керек. Қатты илеп қоймаңыздар. Және оны демалдыруға осылай пакетке салып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына осылай жаңғақ және құмшекерді қолданатын боламыз. Сіздер корица мен құмшекер және творог пен құмшекерді қолдансаңыздар болады. Дәл осылай өлшеп салып алдым. Кез келген салма кете береді. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша дайындайтын боласыздар. Жаңғақты блендерде майдаласаңыздар да болады. Мен осылай оқтаумен үстелдің үстіне қойып, осылай майдалап шықтым. Егер сіздерге жаңғақ көп болған ұнамаса, аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Дәл осылай екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Үстелдің үстіне қамырымыз жабысып қалмас үшін ұн сеуіп алуымыз керек. Енді қамырымызды жаюды бастаймыз. Оқтаудың көмегімен шет-шетін пішінін келтіре отырып жайып аламыз. Егер қолыңызға және оқтауға қамыр жабысып қалып жатса, ұн сеуді ұмытпаңыз. Дәл осылай пішінін келтіріп, төрт бұрышты етіп алсаңыздар болады. Осылай біраз жайғаннан кейін қамырымды төрт бұрышты етіп, жан-жағын артық қамырларды алып тастаймыз. Біз олардан рогалики, трубочки жасайтын боламыз. Әзірге осы қамырды жұп-жұқа етіп жайып, бұдан рулеттер жасаймыз алдымен. Тағы да ұн сеуіп, жабысып қалмас үшін жақсылап жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Бізде жұқа болған сайын слойы көбірек болады.
Қамырымызды толық жайып болғаннан кейін бетіне ерітілген сармайды жағамыз. Осы сармайдың орнына сіздер жаңағы жұмыртқадан қалған ақуызды жақсаңыздар да бола береді. Дәл осылай толықтай жағып шығамыз. Одан кейін бетіне салмамызды сеуіп шығамыз. Тағы да айта кетейін, салманың кез келген түрін қолдана аласыздар, сүзбемен немесе корицамен. Дәл осылай біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Қамырдың шетіне салмасы шығып кетпейтіндей етіп, реттеп сеуіп шығуымыз керек. Осылай барлығын сеуіп болғаннан кейін шетінен бастап орай бастаймыз. Жұқалап кішкене бөліктен орап бастауымыз керек. Дәл осылай шетінен бастап жоғары қарай орайтын боламыз. Бізде осындай плотный рулет пайда болады. Оны ыңғайлы болу үшін алдымен ортасына 2 бөлікке бөліп алайық. Енді әрқайсысын пісіруге дайындап кесетін боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұлай қиғаштан емес, домалақ етіп кессеңіздер де болады. Дәл осылай алдымен арнайы затпен, одан кейін пышақпен жабысып қалған жерін жақсылап ұқыптылап кесіп шығамыз барлығын. Пісіретін тапамызға пергамент бумагасын төсеп, осылай барлығын қойып шығамыз. Ыдысты майлаудың қажеті жоқ. Осылай барлығын қойып болғаннан кейін 190 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Айтпақшы, бетіне жұмыртқа жағуды ұмытпаңыздар. Біздің рулеттеріміз қызарып өте аппетитный болып шығады. Дәл осылай су үшін басқа ыдысқа алып аламыз барлығын. Дәмі де өте керемет. Енді біз қалған қамырдан трубочки, яғни рогаликилер жасайтын боламыз. Оны да дәл жаңағыдай етіп, жұп-жұқа жайып аламыз. Жабысып қалып жатса ұн сеуге болады. Пішіні өте қатты маңызды емес, біз кесіп тезірек орап тастаймыз. Осылай шамамен жұқалап жайып шығамыз. Мен бұл жерде сармайды жағып, осылай жартысына творог, жартысына жаңғақ салдым. Творогпен өте дәмді болып шығады екен, өзім ойым жалпы. Енді осылай бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Бізде бөліктер кішкентай болған жақсы, сол кезде сүйкімдірек болып шығады. Әрбір тамақты махаббатпен істесек, ешқандай қиындығы да жоқ. Дәл осылай асықпай орап аламыз. Тағы да бетіне жұмыртқа жағып, ыдысымызға жайғастырамыз. Дәл осылай біз бұны да 190 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Сіздерге рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.